Сәлеметсіздер ме? Сіздермен 99 каналы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қарым-қатынас түрлері. Табиғаттағы тірі организмдердің өзара қарым-қатынас типтерінің бірнеше классификациясы бар. Оларға бәсекелестік, кооперация, комменсализм, мутуализм, паразитизм, жыртқыштық, амменсализм жатады. Бәсекелестік бұл бірдей ресурстарды пайдаланатын, шектеулі мөлшерде болатын бірнеше популяцияның өзара әрекеттесуі. Бәсекелестік түрішілік және түраралық болуы мүмкін. Экология үшін түраралық бәсекелестік ерекше қызығушылық туғызады. Оны талдауда бәсекелестік ығыстыру принципінің маңызы зор. Бәсекелестік ығыстыру принципі екі түрдің бір аумақта бірдей экологиялық қуыста орналаса алмайтындығын анықтайды. Екі түрдің біреуі әрқашанда аз ғана болса да осы қуыстағы екіншісінен асып түседі. Ең соңында аз бейімделгендерді ығыстырып шығарады. Кооперация бұл өзара бірлесіп пайда әкелетін, бірақ бір-біріне тәуелсіз тіршілік ете алатын әртүрлі түрлердің арасындағы қарым-қатынас. Осы себепті олардың бір-бірінен өзара әрекеттесуге айқын морфологиялық бейімделуі жоқ. Қолайсыз жағдайда организмдердің тірі қалу мүмкіндігін арттыратын үйлесімді әрекеті болып табылады. Комменсализм бұл бір түрдің зиянын тигізбей екінші түрдің қорек қалдықтарымен қоректенуі. Комменсализмнің жиі кездесетін жағдайы пәтерлестік. Комменсал түрдің тіршілік жағдайының ерекшеліктерін немесе иесінің құрылысын пайдаланады дегенді білдіреді. Серіктестер арасында метаболистік те, антагонистік те қатынастар жоқ. Алайда кейбір жағдайларда комменсализм паразитизмге апаратын алғашқы эволюциялық қадам. Мутуализм әр түрге жататын организмдердің бір-бірінен бөлек тіршілік ете алмай, өзара қолайлы жағдай туғыза отырып, селбесіп тіршілік етуі. Паразитизм бұл бір организм екіншісінің есебінен тіршілік етіп, оған зиян келтіретін, бірақ өлтірмейтін қарым-қатынастың формасы болып табылады. Иесінің енесіне орналасуына қарай эктопаразиттер және эндопаразиттер болып екіге бөлінеді. Табиғи іріктеу барысында паразиттерде олардың организмдерінің құрылысы мен физиологиясына қатысты әртүрлі бейімделу пайда болды. Табиғатта паразиттерді жұқтыру көбіне тікелей емес, бір немесе екі аралық ие организм арқылы жүргізіледі. Жыртқыштық бұл бір түрдің даралары басқа бір түрдің дараларын азық ретінде пайдаланатын өзара әрекеттесу түрі. Жыртқыш жемтік қарақатынасы әдетте екі түрдің эволюциялық прогресіне ықпал етеді. Бұлардың популяция санының реттегіші ретінде маңызы зор. Жыртқыштардың жемтіктері әдетте ауру немесе әлсіреген болып табылады. Сондықтан оларды жою арқылы аурудың таралуын тежейді және популяцияда неғұрлым бейімделгендерді іріктейді. Амменсализм бұл бір популяцияның екіншісіне бір жақты тегіс әсері. Амменсализмге ұқсас қарым-қатынастар екі түрдің заңды байланыстарында ғана емес, кездесу жағдайларында да байқалуы мүмкін. Келесі қарым-қатынас бұл нейтрализм. Нейтрализм бейтарап қарым-қатынас. Мысалы, қоянның арыстанға немесе тиіннің арыстанға қатынасына бір-біріне зияны жоқ секілді. Назарларыңызға рахмет. 99 пен бірге дамы.